Бай болу сіз ойлағандай қиын емес. Жер бетінде байлықты сүймейтін адам жоқ шығар. Кімде болсын барын салып бай болуға ұмтылады. Кейбіреулері қолын қусырып табысты бола алмайтындықтарын мойындайды. Олардың қатарына қосылғыңыз келмесе, ең алдымен бірнеше жаттығу жасаңыз. Ол жаттығулар маңызды болғандықтан жасаған кезде мұқият болыңыз. Жаттығулар нәтижелі болсын десеңіз, жауаптарыңызды қағазға жазып отырыңыз. Сонымен ең алғашқы жаттығу. Ақша мәселесінде сізді қинайтын 10 себепті тізіп жазыңыз. Яғни сізге ақша не үшін қажет? Ақшаға байланысты қандай қорқыныштарыңыз бар? Мысалы, ақшам болмай қалса несиемді қалай төлеймін? Шетелге демалысқа бару үшін ақша жинай алмай қалсам не болады сынды жағдайлар болуы мүмкін. Мұның маңыздылығы неде? Мұның бар себебі бай адамдарша ойлауда. Олар еш уақытта қиындықтан қашпайды. Өзге біреудің ақша келіп бергенін күтіп жатпайды. Олар бар ойын жақсы жаққа бағыттайды. Егер үнемі жоғарыда мысалда келтірілген қорқыныштардың арасында өмір сүре беретін болсаңыз, олар міндетті түрде жүзеге асады. Егер алдыңызға айқын мақсат қойсаңыз, қажетті ақпаратты өмірдің өзі әкеледі. Екінші жаттығуымызға көшейік. Жазған тізіміңіздің ішінен мені қаттырақ мазалайтын мыналар деп 3-5 пунктты таңдаңыз және оларды өзгертіңіз. Мысалы, шетелдегі демалысыма ақша жинай алмасам не болады дегенді төмендегідей етіп өзгертіңіз. Жазғы демалысыма қалай ақша жинасам болады? Қажетті ақшаларды қайдан алсам болады? Армандарымды жүзеге асыру үшін не істей аламын? Миыңыз қажетті ақпаратты тауып сізге көмектессін десеңіз, ойыңызды осылайша өзгертіп отырыңыз. Яғни қорқыныш пен күдікті мен не істей аламын деген мүмкіншілікпен алмастырыңыз. Өзіңізге дұрыс сұрақтар қоя білсеңіз, миыңыз әрдайым дұрыс шешім тауып отырады. Ал егер менде неге барлығы жаман, неге менде ақша жоқ, мен неге басқалар сияқты емеспін деген секілді сұрақтармен мазалайтын болсаңыз, миыңызға ақталудан басқа еш нәрсе қалмайды. Табысты адамдардың кедей жолы болмайтын адамдардан басты ерекшелігі осы. Олар өздеріне дұрыс сұрақтар қойып, айқын мақсаттарға жетуге ұмтылады. Сол себепті қандай да қиын жағдайға тап болсаңыз да, оларды осы жолмен шешуге тырысыңыз. Неліктен адамдардың басым көпшілігі қалай баюды білмейтінін білесіз бе? Мұның көптеген себептері бар, бірақ оның негізгілерінің бірі мынау. Адам бай болуды қаламайды, тіпті қорқады. Сенім санадан тыс терең тамыр алып, балалық шағымызға дейін созылуы мүмкін. Мысалы, бала үнемі беделді адамдардан байлықтың құбылыс ретінде ұят нәрсе екенін естиді. Бізге көп ақшасы бар адамдар оны әділетсіз жолмен табады деп үйреткен болуы мүмкін. Адал жолмен ақша табу мүмкін емес. Сондай-ақ көптеген адамдар қалай бай болу туралы ешқашан ойламайды. Алдына мұндай мақсат қоймайды. Олар байымайды деп келісу оңай. Әрине, әртүрлі ерекшеліктер бар. Бірақ саналы түрде бай болғысы келмейтін адам мұраға ие болса, біраз уақыттан кейін қайтадан кедейленеді. Қалай тез баюға болады? Ол үшін алдымен ақшаға деген көзқарасыңызды өзгертіп, қаржылық байлықты әдеттен тыс нәрсе деп санауды доғарыңыз. Алайда диванда жатып, қалай баюды ойлап, дұрыс кітап оқуды ойлап, ештеңеге қол жеткізе алмаймыз. Тұмар да, ақша ағашы да көмектеспейді. Ол үшін адам баласында нақты мақсаттар болу керек. Мақсаттарыңызды қағазға жазып қана қоймай, оны орындаудың жолын іздестіру керек. Бай болам десеңіз, табысты адамдардың бірнеше дағдысын үйреніп алыңыз. Табыс пен байлықтың құпиясын жасырған дағдылармен танысып алыңыз.